Той қашан дейді, той қашан. Мен қайдан білейін қашан екен. Оған енді Тәуіржан дайындалу керек шығар, той жасайтын болса. Той қашан дейді. Құдай тойға жеткізсін. Екі немере құтты болсын дейді. Жұғысты болсын. Маған шынымен екі немере, бүтін немерелер бұйырсын, я. Бүтін немерелер келсін. Әдемі тілектеріңіз орындалсын. Басқа не деймін енді? Шешесі недовольна дейді біреу. Ой, от души, братан. Шүкір. Аман есенбіз. Неге недовольна болам? Өтірік соқпаңыз. Өзіңіздің ойыңыздан хабар беріп жатсыз. Мен бар ғой, оқи алмай кеттім на сообщениелерді ше. Құдай сақтасын дейді біреу. Әп-әдемі қыз ғой дейді біреу. Ойбай, мен үлгере алмаймын оқып. Лучше инстаграмға шықсаңыздаршы. Әйелдер іштері... Ойбай, үлгере алмай атыр шынымен. Құтты болсын дейіп атыр да. Жұғысты болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын, жұғысты болсын өздеріңізге де. Айта береді, шынымен бар дейді. Мамаңыз жаза алма. Плюс екі немере. Жұғысты болсын. Сіздерге де тілеймін. Басқа не айтам? Бәріңізге тілектеріңіз екі еселеп, әулеттеріңізге жұғысты болсын. Айгүл келін болып келсе қабылдайсыз ба? Бұл сұрақты уже 1000 рет естіген шығарым. 6 ай бойы, 5 ай болды ма? Қанша ай болды? Мен айттым ғой. Кіммен үйленем десе де қарсы емеспін дедім ғой. Лишь бы жақсы жағынан өзгерсе жақсы ғой. Ұсыныс жасады. Енді ұсыныс жасаса жасай берсін енді. Онда тұрған не бар? Үйленсін. Бәріңіз бірге тойға барайық, тойларын жасасын. Тәуіржанға да шын тілектес болсаңыздар, Құдайға айтыңыздар. Құдайым Тәуіржанды дұрыс жолға сала көр деп көмектесіңіздер. Біреу үшін дұға етсеңіздер, өзіңіздің балаңыздың алдынан да келеді. Келініңіз құтты болсын дегендер, сіздерге де жұғысты болсын. Сіздерге де 1000 еселеп осындай келіндер жұғысты болсын. Қандай келін тілеп жатсыз, сондай келін жұғысты болсын. Гулиге үйленсе де қолдайсыз ба дейді. Балам кіммен үйленем десе соны қолдаймын. Кейін сосын өзің соған үйлендің деп айтасың да. Енді қазір енді қалай қарсы шығам мен үйленем деп тұрса. Кейін бір нәрсе болса, өзіңнің шешімің ғой, мен ба деп айта аласың да. Үйленбе деп қалай айтасың? Үйленем десе үйленсін. Дұрыс дейді. Вот сендерге ответ дейді. Қашан дейді. Той туралы мен естімедім енді. Той туралы естіген жоқ мәлі. Естімедім ешқашан. Той болса барамыз ғой бәріміз, билейміз дедім ғой, айттым ғой. Той болып қалса бәріміз билеп қалармыз бірге. Келем деп шақырса, кім келеді десе, қол қоясыздар ғой бәріміз. Бірге барамыз. Сіз жасап бересіз бе? Мен қалай жасаймын? Өзім алдымен үйімнің ипотекасын құйып алайын. Өзім жеке бизнес, қазір мен арендамен бизнес істеп отырмын. Мен жеке бизнес орын алып алайын. Балам бар, әлі өсіретін. Қалай жасаймын мен тойды? Той жасайтын адам дайындалу керек қой. Өздер жасайды ғой тойларды. Өздер жасайды әлі. Мен әлі той жасауға дайын емеспін ғой. Сіз жасап бересіз ба тойды? Мен не үшін жасаймын? Сіздер жасап бересіздер. Кім қолдайды, солар жасап береді. Немесе өздер жасап алады. Біз қонақ болып барамыз. Өйткені әлі маған той туралы ешнәрсе айтқан жоқ қой. Солай. Қолдаушылар жасап береді ғой, қолдаушылар. Сол қолдаушылармен бірге мен де қонақ болып барамын, билеймін. Дұрыс па, ойым? Всем привет, қалайсыздар? Негізі көп уайымдап жатыр екен, менде бәрі жақсы. Бірақ мен алып қашып кеттім мына кісі. И сосын маған айтады, не деп. Мына кісі. Аха, жарайды. Сосын бұл кісі мен телефонды алып алды. Енді қазір айтады, бір сюрпризім бар дейді. Бірақ білмеймін, мынандай жерге әкеттім, мен пока сюрприз көріп тұрған жоқпын. Қайда? Не сюрприз? Өтірік соқпайсың, басқа сюрпризім бар деді, қайда? Осы.
бітті осы қайт алматы болды ма қайда берейін бе болды салып жібер онда өзің сал жүр, жүр, өз жүр, жүр. затсың ба сен салып жібереді салып жібер салып жібер мына жаққа келу үшін біз алматыдан Индияға 3,5 сағат ұштық 8 сағат аэропортта іріп сасып отырып тағы 8 сағат ұшып кеттік мына жаққа енді сұрақ мынау қай жақ қанша уақыт ұшқанымызды айтып жатырмын ғой ана менікі шын айтамын кесіп болмаса жоқ қара сен не үшін онда мынаны мен әкеліп қойдың егер өзің зарядкаң бар болса өйткені бұл менің комнатам мына жерде мен жатамын соқпа сенің комнатаңда емес ода емес сен мен ана жақта тұрған зарядканы ешкім мен қалып келдім өйткені мен мынамен біреумен поwerbank зарядтадым powerbank біреумен телефон зарядтадым мына жақта бір ақ точка ғой сен қалай болып жатыр екінші точкадан жей тұр екінші точка сен шнурын ауыстырып аласың сен точно шнурын өмір мені кінәлап мені сөйтеді мен бәлеқор неге мен түсіндім сен не үшін ауыстырып алғанды не үшін айта ғой потому что мына дұрыс заряд бермейді екен қазір тың деп тұр короче беріп тұрған жоқ заряд әкел берші ананы көрейін өзі егер шынымен тағып алған қараңдар аяғына қолына жоқ мына неге жіп үздің сосын мына жібін қысқартса керек болып тұр көзің әр жерде дейді әкел бөліп кет енді түсіндім кішкентай такая маленькая весит миниатюрная кішкене 0,5 весит енді бірақ жетістірген жоқ жатырмын такая маленькая такая сидит там видео монтирует там не знаю там в телефоне там не знаю там монтаждап кішкене музыка қосып қойып екінші подбородок кішкене таксовать етіп жатыр енді ой жатқанға қарап такая шыбар деп қояды такая тамақты жеп көрдім кішкене тұзы көбейген иә ашық болып қалған мен айтқан екен давай жоқ мынаны үшін мен енді мен жұтып жатқан шығармын кішкене тұзы көбейген но ничего страшного қатты көп баратса қант қоса саламыз иә суши саласың ба бізге нан қалай бермейсіз ба жалпы үш нан рат деп ойлап жатсыз осында иә нан көп жемейсің сонда да қоя салып жатырмын ғой тағы жарайды рахмет өте керемет болыпты қазір если добавка сұрап қалсам қалай осымен көтің қыста той дейсің ғой иә жарайды оған да көндік